Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет панкейктер пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар және каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Қажетті заттарымыз ол ұн, жылы сүт, қопсытқыш, сұйық май, жұмыртқа және қант қажет болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды саламыз. Жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Немесе венчикпен де араластырып алсаңыздар болады. Сұйық майымызды құйып, үстінен жылы сүтімізді құямыз. Тағы да аздап араластыратын боламыз. Енді алдын ала електен өткізген ұнымызды саламыз. Және қопсытқышымыздың мен жартысын ғана пайдаландым. Ұнымыз біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне массамыз дайын болды, осылай болып шығады. Енді табамызды алып, орташа отта қыздырып аламыз. Қызып тұрған табамызға бір ас қасықтан ешқандай май жақпай, массамызды құйып, осылай панкейктерімізді пісіріп алатын боламыз. Келесі бетін ауыстырамыз. Асты да пісті. Тағы да көрсетіп жіберейін. Оттарыңызды орташа етіп қоясыздар. Міне осылай бетінен тесікшелер пайда болған кезде келесі бетін аударатын боламыз. Жасалу өте оңай достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын пісіріп алдым. Өте қолжетімді заттардан дайындалады және өте көп шығатын болады. Бетінен осылай сгущенка жағып, немесе кез келген тосап, бал қосып жесеңіздер де жарай береді. Арасын көрсетіп жіберейін, толықтай пісіп шығады. Арасы күшті көтеріліп, толықтай пісіп шығады. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларға да, үлкендерге де ұнайды. Жұмсақ, таңғы асқа өте үйлеседі. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жасай кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.